Ассалаумағалейкум достар. Бір сағатта маркетолог бол атты тегін курсымызға қош келдіңіздер. Небәрі бір сағат ішінде сайт жасауды, SMM, Instagramмен жұмыс жасауды, таргет қосуды, контекстік жарнаманы, SEO продвижениені үйрететін боламыз. Иә, достар, небәрі бір сағат ішінде бұндай форматтағы курс Казнетте алғаш рет. Бұрын соңды сіз бұндай курсқа қатысып көрген жоқсыз. Міндетті түрде осы видео сабақты, осы курсты аяғына дейін көріңіз. Бір сағатта маркетолог бол атты курсты оқып бітіріп шыққаннан кейін сіз кез келген бизнесті жүргізуге көмектесетін 4 инструментті үйренесіз. Жай ғана мәлімет алып біліп қоймайсыз, жасап үйренетін боласыз. Екіншіден, бизнесіңізге қалай клиент әкелу керектігін үйренесіз. Себебі бизнесіңізде клиент болмаса, ол бизнестің түкке де пайдасы жоқ. Үшіншіден, бизнесті интернет арқылы дамытудың дұрыс стратегиясын білетін боласыз. Себебі жоспарсыз жасалынған бизнес стратегиясы жоқ бизнес ол сізді банкротқа ұшыратады. Жалпы осы бір сағатта маркетолог бол атты курстың авторларына тоқтала кетейік. Асқар Дос және байланыста Муслим Муса. Жалпы біздер әлеуметтік желідегі маркетологтарымыз, тәжірибеміз 4-5 жыл шамасында кәсіпкерлердің интернет арқылы жылдам дамуына көмектесеміз. Қазір кішкене уақыттан кейстерімізді көрсетеміз. 50-ге жуық компанияның маркетингалық бөлімін жүргіздік, қазірде жүргізіп келеміз. Бірінші кейс бұл бізде Алма Металл деген компания, бұл Алматы қаласында орналасқан ірі компания болып табылады. Еліміздегі танымал франшизаларға киоска жасап береді. Оның ішінде Саламбро, Джекас, Баханди деген сияқты ірі франшизаларға киоска жасап береді. Мінекей мына жерде Алма Металлдың жасаған киоскасы, Саламбро киоска. Екінші кейсіміз бұл бізде Архалиф деген компания, жалпы архитектура саласында жұмыс жасайды. Эскизный проект жасайды, перепланировка квартир, АПЗ деген сияқты осыған ұқсас жұмыстармен айналысады. Үшінші кейс Мобин сервис центр. Жалпы бұл компания, бұл сервис центр смартфон жөндеумен айналысады. Осы 3 сайтты біздер жасадық. Және де осы 3 сайттың SEO-дағы кейсін көрсетейін. Мысалы, металл конструкция В Алматы деп жазсақ, бірінші орында Алма Металл компаниясы тұр. Бұны біздер жасадық. Архитектурное бюро В Алматы деп жазған кезде Архалиф компаниясы екінші орында тұр. Ремонт телефоны В Алматы деп жазған кезде Алматы қаласы бойынша Мобин компаниясы екінші орында тұр. Негізінде бізде кейстер өте көп. Мен өз басым аз сөйлеп, көп жұмыс жасағанды ұнатамын. Онда ендеше бірден практикаға көшейік. Мен қазір сіздердің көздеріңізше мебель саласын дамытатын боламын. Жалпы интернет-магазин болады. Біздің қазіргі жасайтын сайтымыз. Ол үшін не істейміз? Жай ғана Google іздеу жүйесіне тильда деп жазамыз. Ең бірінші сілтемеге кіреміз. Регистрация. Ваше имя дейді. Мысалы, мына жерге мебель дом. Мебель дом, электронды почта. Пароль. Зарегистрироваться. Поставьте галочку дейді. Кликнув на квадратик дейді. Яғни роботқа галочка қойдық. Бізді тильданың ішкі интерфейсіне жіберді. Енді бізге создать новый сайт дейді. Названиеге жазуымыз керек. Мысалы, менің айналысатын жалпы қазіргі жасап жатқан жұмысым бұл мебель саласына сәйкес. Мысалы, мебель дом деп жазайын. Создайтты басамын. Так, одан кейін создать новую страницуды басамын. Мен интернет-магазин жасаймын дедім. Енді маған қазір өзіме сәйкес бір шаблонды таңдауым қажет. Мысалы, магазинді таңдаймын. Осы жерден өзіме сәйкес бір шаблонды таңдаймын. Так. Маған интернет-магазин жасау қажет. Мысалы, мына жерде сделайте свой дом уникальным дейді. Мебель аксессуары. Давай мынаны таңдайық, Kenny Store дегенді. Посмотретті басамыз. Жалпы жақсы сияқты таңдаймыз, создать страницуды басамыз. Мен байқадым, менің почтама хабар келген екен. Тильдаға регистрация жасадыңыз, өзіңізді подтвердить етіңіз деп. Подтвердить email дегенді басамыз. Ваш email подтвержден дейді, жарайды. X-ті басамыз. Стрелканы басамыз. Болды.
начать редактированием басамыз. Так, енді бізге қазір опубликовать, окей, так, опубликовать бір басып жіберу керек. Закрытты басамыз, мебель дом дегеннің үстінен басамыз. Так, настройка сайта. Бізге сайттың домендік атауын жазу керек. Мебель дом деген бос екен, сохранить изменения. Такой адрес уже занят дейді. Мебель дом Алматы деге. Алматы. Мебель дом Алматы. Немесе мебельдер деп қоямыз. Мебельдер, сохранить изменения болды. Мебельдер деп тұра берсін. Қалғаны бізде бос емес екен. Болды, енді қайтадан мебель домға барамыз. Опубликовать все страницада бір басамыз. Мінекей мебельдер деп шықты. Окей. Енді мына жаққа былай жазып көреміз. Мебельдер tilde WS. Мінекей онлайн магазин барлығы дұрыс. Енді біз осы сайттың ішін қалай жөндейміз? Ол үшін жай ғана осы жерге кіріп, онлайн магазин Kenny Store деген үстінен басамыз. Ең бірінші біз сіздерге мен ереже айта кетейін. Сайтты жасау барысында, сайтты жөндеу барысында бір шеттен бастап жұмыс жасау қажет. Біз осы сайттың ішін өзгертеміз бе? Ең бірінші біз жоғары жақтан бастаймыз. Жоғары жақтан болғанда сол жақ шеттен жоғарыдан мінекей 10 дегеннен бастаймыз. Так. Мысалы бізде менюді бір меню қосқымыз келсе не істейміз? Контент дегенге барамыз. Список пунктов меню. Добавить пункт в меню, мына жерге тест деп жазамыз. Мен сіздерге мысалдарды көрсетіп жатырмын. Тест болды, сохранить и закрыть. Мінекей бізде тест деген шықты. Ал бұны қалай өшіреміз? Оны өшіру үшін контент, список пунктов меню, X деп басамыз. Ал мысалы мына жерде 10 дегенді мысалы 2S қоссақ, сохранить и закрыть мінекей өзгерді бізде. Жарайды, бірақ бізде бұл меню өте жақсы, яғни жақсы жазылған, тұра берсін, өзгертпейміз. Сохранить и закрыть болды. Енді бізде бірінші бөлім дұрыс, екінші бөлімге түсеміз. Kenny Store деген жерге бізге өзіміздің компаниямыздың атауын жазуымыз керек. Мысалы, бізде бар мебель дедік, или қалай? Мебель дом дедік, мебель дом. Мебель дом. Болды. Магазин мебели и аксессуаров. В Алматы. Болды. Байқасаңыздар, мен мына жерде тексттерді өзгерту үшін жай ғана үстінен бір рет ғана мышкамен басып өзгертіп отырмын. Бұның тағы да бір жолы бар, ол бізде контент дегенге басамыз. Мінекей бізде мебель дом. Мына жерде описание. Осы жерден өзгертсек те болады. Жарайды, тұра берсін, болды. Сохранить и закрыть. Келесі кезекте біз мына бөлімді біттік. Енді екінші бөлім бізде бұл фото баннер тұр екен. Бұл фото баннерді қалай өзгертеміз? Бұны өзгертудің екі түрлі жолы бар. Жай ғана контент дегенге басамыз. Мына жерде мінекей шелекті басып, загрузить файл деп басқа фотоны қойсақ болады. Немесе жай ғана үстінен бүйтіп бір рет басамыз да, загрузить файл деп бір фотоны таңдап қоя салсақ та болады. Мысалы, мен мына фотоны қоя салайын, открыть. Мінекей менде басқа фото ауысып тұрды. Жарайды, болды, тұра берсін, болды. Енді бұл бөлімді біттік. Енді келесі бізде тағы бір бөлім, бұл бізде сделайте свой дом уникальным дейді. Бұл текстті өзгерту үшін білесіздер, жаңағыдай үстінен бір рет басып өзгерте берсек болады. Мысалы, Kenny Store дегенді маған өзгерту керек. Бұл жерге мен мебель дом деп жазамын. Компанияның аты деген сияқты. Мебель дом, магазин, дизайнерский мебели. Мысалы, мына жерде бізде так, посуду ручной работы дейді. Бұл бізде қажет емес, алып тастаймыз. Болды. Бізде бұл бөлімде де біттік. Енді келесі бөлімге түсеміз. Менде мына жерде екі подкатегория тұр екен, мебель және аксессуар деп. Мен мына жерге тағы да екеуін қалай қосамын? Оны қосу үшін мен жай контент дегенге барамын. Сол кезде менде карточка 1 деп тұр, мінекей. Карточка 2, Мысалы, мен карточка 2-ні барамда дублировать дегенді басамын. Мінекей, заголовқа мен аксессуарыға мысалы тест деп жазамын. Сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Тест, мінекей. Бұны қайтадан дублировать етсем болады. Мысалы, дублировать. Тест 2. Сохранить и закрыть, мінекей. Тест 2. Көрдіңіздер ғой. Бұның фотосын қалай өзгерту керектігін сіздер уже білесіздер. Біздер жаңа жоғарыда қалай фотоны өзгерту керектігін айтқан болатынбыз. Контент дегенге басамыз. Мысалы, карточка 1-ге барамыз да. Карточка мысалы 1-ге барамыз. Шелекті басып, басқа фотоны қойсақ болады. Мысалы, мына жерде контент. Карточка 1. Немесе мысалы, мынаның фотосын өзгерту үшін жай ғана шелекті басып, басқа фотоны қойсақ болады. Так, мінекей бізде сохранить и закрыть. Мінекей, көрдіңіздер ғой, басқа фото менде қойылды. Жарайды, бұны енді қалай өшіріп тастаймыз? Оны өшіру үшін жай ғана контент. Шелектің үстінен басамыз.
шелек. Шелек, то есть шелек дегенде удалить дегенді басамыз. Шатасып кетіппін. Удалить. Удалить болды. Сохранить и закрыть. Так, мінекей болды. Мына текстті қалай өзгерту керектігін білесіздер. Жай ғана үстінен бір рет басамыз, болды. Енді қайтадан төменге барамыз. Біз мына бөлімін біттік. Енді мына бөлімге барамыз. Мебель, подкатегориясы. Бұл жерде 3 товар тұр екен, е? 3 товар емес, то есть 6 товар тұр екен. Біз мысалы 6 товар емес, мен 3 товар ғана жасағым келеді. Мына 3 товар маған керек емес. Оны не істеймін? Мен контент дегенге барамын. Менде карточка 6 болуы керек, е? Шатаспасам. Карточка 4, карточка 5, карточка 6. Удалить. 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 Сохранить, закрыть. Мінекей менде тек 3 ғана товар қалды. Енді маған мысалы мына товардың суретін өзгерту керек. Жай ғана контент дегенге басамын. Маған карточка 1 керек. Мінекей карточка 1. Мысалы өшіріп тастаймын да. Шелекті басып загрузить файлы, загрузить файлы. На диванды таңдаймын, не? Болды. Загрузить выбранные. Заголовка белый кофейный столик емес, маған красивый диван деп өзгерту керек. Красивый диван. Описаниеге тоже, я. Красивый диван от мебель дом. От мебель дом. Болды. Мысалы 3900 демей қойып, бір 30 мың теңге дейік. 30 мың теңге. Старая ценасы 35 мың теңге. Болды. Купить тұра берсін бізде, или немесе заказать деп қойсақ та болады. Купить тұра берсін, болды. Ссылка для кнопки карточки товары, подробнее о товаре тұра берсін жарайды, болды. Сохранить и закрыть. Мінекей бізде қарасаңыздар текст, фото, описание, баға барлығы өзгерді. Купитті басқан кезде бізде подробнеге жібереді. Сол жақтан уже біз добавить корзину деп заказ берсек болады. Мыналарды уже қалай өзгерту керектігін білесіздер, мен сіздерге мынаны көрсеттім. Так, болды. Мысалы бізге мына сөз керек емес. От кай деген не, бір английский сөз ба, не? Осы жерге мысалы мебель дом деп жазайық. Мебель дом. Болды, тұра берсін. Мысалы мынаны да өзгертуге болды. Мысалы мынаның бағасын 8 мың теңге, мынаның бағасын 3 мың теңге болды. Біз мебель категориясымен жұмыс жасадық, енді аксессуари категориясы. Так, болды, бізде вроде барлығы дұрыс. Тұра берсін, аксессуари барлығы дұрыс. Мына бөлімін біттік, сайттың мына бөлімінде біттік. Енді келесіде подпишитесь на нашу рассылку дейді. Негізінде бұл уже қажет емес. Мысалы бізге осы блокты полностью өшіріп тастау керек. Оны қалай жасаймыз? Жай ғана мына жерде шелектің үстіне басамыз, болды. Одан кейін бізде социальный сеттердің иконкалары шықты. Бұларды өзгерту үшін не істейміз? Контент дегенге басамыз. Мысалы Twitter керек емес бізге, я. Так, Instagram қою керек бізге, Pinterest қажет емес. Так, болды, я. Бізге Instagram мен YouTube-ты ғана қалдырсақ болады. Facebook-ты қажет емес дейді. YouTube-тың ссылкасын қояйық. Мысалы мен өзімнің Muslim Musa KZ тауып алайын қазір каналдың несін. Копировать адрес ссылки, болды. YouTube-ға бастым, болды. Instagram-тың де тоже. Мысалы Instagram. Скардос. Болды. Instagram-тың де қойдық мінекей. Болды, так, сохранить и закрыть. Мінекей бізде екеуі ғана қалды. Ол да болып тұра берсін. Бізде мынау корзина болып тұра берсін. Мысалы X-ті басайық, мына жерде болды. Бізде мысалы мына блок керек емес. Бұны өшіру үшін жай ғана шелектің үстінен басамыз. Енді опубликовайтты басамыз. Мебельдер.tilda.ws болды. Енді мынаны бір обновление жасайық. Бізде өзгерді ме екен? Мінекей бізде өзгерді. Давай мебель дом емес, мебельдер қылып өзгертейік та, я. Себебі доменді қатау бізде мебельдер ғой. Ол үшін білесіздер, қайтадан бір басынан бір шоғыл жасап жіберейік. Барлығы дұрыс, мебельдер емес, мебель. Или мебель дом болып тұра берсін ба? Жарет болып тұра берсін, ешқандай оның несі жоқ, кесірі жоқ. Болды, бізде вроде бір шоғыл жасап жіберейік. Біз не істедік? Біз Тильдада интернет-магазин жасадық, яғни мебель сататын компанияға интернет-магазин жасадық. Меню жасадық, неге меню жасағанда, то есть меню бізде нормально тұра берді. Текстерін өзгерттік, баннерді өзгерттік. Одан кейін, мына жерге мысалы мебель дом деп жаздық. Екі категория, тағы да категорияны қалай қосу керектігін көрсеттік сіздерге. Одан кейін мына жердегі бізде керек емес карточка товарларды өшірдік. Так, мысалы сіздерге тағы бір нәрсе көрсете кетейін, мысалы контент.
Мысалы сіздер тағы бір товар қосқыларыңыз келсе, жай ғана добавить элемент дегенді басасыздар. Загрузить изображение, мысалы загрузить файлы таңдаймыз осылай. Мысалы тест, мына жерге мысалы товардың аты тест, описаниесі мысалы тоже тест деп жазайық. Стоимость товара 200 теңге, мысалы 20 мың теңге, старая цена 22 мың теңге. Сохранить. Мінекей бізде көрдіңіздер ғой, товар қосылды. Осылай қоса бересіздер товар. Болды контент, қайтадан учет бастайық. Ол бізге товар керек емес. Болды. Аксессуар еді тоже мына жерде үшеуін алып тастайық. Контент. Бір шолу жасап, өзгертетіндерді өзгертіп жатқан ғой, на всякий. Удалить. 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 Болды, сохранить и закрыть. Болды. Опубликовать. Мінекей достар, сіздердің көздеріңізше мен тильдада сайтты жасап шықтым. Интернет-магазин, яғни мебель сататын компанияға интернет-магазин жасап шықтым. Енді мен осы мебельге сәйкес Instagram аккаунт ашып, Instagramда яғни жасайтын боламын. Ішін оформлениесін, постын, жаңағыдай историяны салу деген сияқты. Және де мен таргет қосатын боламын. Сосын контекстік жарнама және SEO продвижение жұмыстарын жасайтын боламын. Біз қазір сайтты жасап бітірдік. Ары қарай жалғастырамыз. Қазір енді біз Instagramмен жұмыс жасайтын боламыз. Біз мебельдер.tilda.ws сайтын жасадық. Осы мебель бизнесіне сәйкес қазір біздер Instagram парақша ашамыз. Ол үшін жай ғана өзіміздің смартфонымыздағы Instagramға кіреміз. Зарегистрируйтесь деген батырманы басып, адрес дегенді басып, өзіміздің почтаны жазамыз. Почтаны жаздым. Енді next деген батырманы басамыз. Қазір бізге код подтверждение келу керек. Ол үшін өзіміздің почтамызды тексереміз. Instagram бір новый деп тұр. 784 051. Next батырмасын басамыз. Имя и фамилия дейді. Бұл жерге мебель дом деп жаза берейік. Мінекей мен фамилия имя деген жерге мебель дом деп жаздым. Парольді жаздым. Запомнить пароль жарайды қажет емес, немесе тұра берсін. Продолжить, так продолжить без дегенді басамыз. Так, мына жерге 2020 емес, 1997 деп қояйық. Next басамыз. Так, next, так мебельдер ads дейді. Изменить имя пользователя дегенді басамыз. Мебельдер ads емес, бізге өзімізге имя пользователь таңдау керек. Имя пользовательға біздер мебель дом деп қойсақ болады. Мебель дом бос емес екен, мебель дом KZ. Болды, мінекей бос. Next басамыз, себебі біздің сайтымыздың, жалпы компаниямыздың аты мебель дом. Жалпы мысал ретінде. Мебель дом деп бастық. Skip'ті басамыз. Так, skip. Біз бастапқы бетке өтіп алуымыз керек. Skip'ті басамыз. Так, стрелка. Так, мына жерде произошла ошибка деп тұр. Қазір шешіп көрейік. Жарайды, мына жерде так, перейти на английский дегенді баса берейік. Болды. Мінекей мен қазір өзімнің Instagram парақшамның бастапқы бетіне кірдім. Ең бірінші не нәрсе жасаймыз? Ең бірінші редактировать профильға басамыз. Изменить фото профиліні басып, новые фото профиля. Так, разрешить. Тағы да разрешить басамыз. Разрешить. Галерея. Герет. Бізде фото шықпай тұрған сияқты. Қайтадан басып көрейік. Так. Менде галереяда фото жоқ екен, онда мен галерея, другие дегенді басамын. Менюді басып, загрузкаға басып, логотипті таңдаймын. Мінекей болды. Стрелканы басамын. Тағы да птичканы басамын. Мінекей біз енді логотипті қойдық. Енді келесі біздің жасайтын жұмысымыз бұл өзіміздің инста парақшамызды бизнес парақшаға ауыстыруымыз қажет. Ол үшін переключаться на профессиональный аккаунт дегенді басамыз. Продолжить. Сосын мына жерге так, мысалы, местные услуги деп қойсақ та болады. Қазір мен местные услуги деген кезде менде шығу керек. Мінекей шықты, иә. Показывать метку категория дегенге осылай жасаймыз. Готованы басамыз. Бизнес деген тұра берсін. Далені басамыз. Сосын мына жерге бізде почта тұра берсін. Мына жерге өзіміздің нөмірді жасақ та болады. Жарайды, оны қажет емес, потом жасармыз. Пропуститті басамыз. Болды, X. Мінекей біз өзіміздің инста парақшамызды бизнес парақшаға ауыстырдық. Енді келесі біздің жасайтын жұмысымыз
байқасаңыздар, бізде ешқандай оформление жасалынбаған. Мебель дом дегеннің астында біздің компаниямыз туралы описание тұруы қажет. Редактировать профиль бөліміне кіргеннен кейін бізге имяны өзгерту керек. Мебель дом деген бізде бұл жай ғана компанияның аты. Бұл жерде бізде тартымды, қызықты сөз жазылып тұруы тиіс. Мен мысалы мебель дом емес, былай жазып қоямын. Магазин мебели в Алматы деген сияқты. Птичканы басамын. Келесі бізде имя пользователь мебель дом kz тұра берсін. Сайт деген жерге өзіміздің жасаған сайтымызды қоямыз. Мінеке қойдық. Келесі бізде биография. Биографияға не жазамыз? Осы биографияға магазин мебели и аксессуаров в Алматы осыны жазсақ болады. Немесе, мысалы, қазір көреміз. Немесе былай жазып қойса да болады. Мебель по доступным ценам, украшаем дом деген сияқты. По всем вопросам осындай номер, ссылка на сайт деп. Птичканы басамыз. Тағы да птичканы басамыз. Сол кезде бізде мынандай болып кішкене уже әдемі бола бастады. Енді келесі біздің жасайтын нәрсеміз бізге бір пост салу қажет. Пост салу үшін жай ғана плюсты басамыз. Галереяда бізде бір фото тұрған болу керек. Мінеке тұр екен. Стрелканы басамыз. Одан кейін тағы да стрелка. Мына жерге мысалы красивый диван деп жазып қойсақ болады. Вставить. Мынаны өшіріп тастасақ та болады, үстіндегісін. Ценасын 30.000 теңге. Қазір. Болды, енді птичканы басамыз. Болды. Мінеке бір постты салдық. Мінеке бізде пост шығып тұр. История салу үшін жай оны бәріміз білеміз. Плюс батырмасын басамыз. Осыны таңдап. Бізге история салу керек. Мінеке история. Разрешить. Мысалы, мынаны таңдаймыз. Так, мына жерге мысалы текст қойсақ болады. Красивый диван от мебель дом деген сияқты. 30.000 теңге. Сосын мындай әдемі бір фильтр қоямыз. Немесе осылай тұра берсін, мынандай қылып мінеки. Болды. Мынаны кішкене жылыстамыз осылай. Осылай тұра берсін болды. Получателей. Так, ваша история. Готованы басамыз. Мінеки история да салынды. Бізде пост да салынды. Енді хайлайтсты, яғни актуальныйны қалай шығарамыз? Осын жай ғана үстінен басып, выделить дегенді басамыз. Актуальный тұра берсін жерден. Добавить. Готово. Мінеки бізде хайлайтс шықты. Мінеки достар, мен сіздердің көздеріңізше Instagram парақшаны нөлден ашып, оформление, пост, логотип барлығын жасадым. Енді мен қазір таргетті осы мебель саласына сәйкес осы Instagram парақшаға таргет жарнамасын қосатын боламын. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бізге таргет жарнамасын қосу қажет. Ол үшін бізге міндетті түрде Facebook аккаунт қажет. Facebookқа мен кірдім өзімнің логин пароліммен. Сосын маған қазір страница ашу керек. Ол үшін не істеймін? Плюсты басамын, страница дегенге кіремін. Название страница мебель дом деп жазамын. Категорияға местные услуги деп жасай берсек те шығатын шығар, шықты. Одан кейін бізде не бар тағы? Описание жарайды, қажет емес. Создать страницу дегенді басамыз. Страница ашылды дейді, төменге түсіп көреміз. Болды. Так. Енді келесі кезекте бізге осы ашқан страницамызды мебельдом kz Instagram парақшасына жалғау керек. Оны қалай жасаймыз? Сохранитті басамыз. Бізге осы страницаның настройкасына бару керек. Так, настройка. Instagram деген жерге барамыз. Instagram бөліміне кіргеннен кейін подключить аккаунт дегенді басу керек. Сосын өзіміздің Instagram парақшамыздың логин паролін жазып, войти батырмасын басамыз. Не сейчас дегенді басамыз.
Мінекей бізде қазір ештеңе шықпай тұр. Қазір біз бір обновление жасап көреміз, сол кезде шығу керек. Мінекей бізде Instagram парақшамыздың данные шықты. Келесі біздің жасайтын жұмысымыз енді Ads менеджерге бару керек, яғни жарнамалық кабинетке. Ол үшін facebook.com/adsmanager сілтемесіне өтеміз. Енді келесі кезекте жарнамалық кабинетке кіргеннен кейін создать деген батырманы басу керек. Бізге Facebook әртүрлі цельдерді ұсынды, бірақ бізге трафик қызықтырады. Трафикті таңдап, продолжить батырмасын басамыз. Новая компания деген жерге өзіміздің жалпы компаниямыздың атауын жазамыз. Төменге түсеміз. Оптимизация бюджеті компания дегенді қосып, төменге бюджетті, дневной бюджет $1 деп қоямыз. Бұл минимальный. Тұра берсін. Енді келесі кезекте далее батырмасын басамыз. Новая группа объявление деген жерге мысалы 1 деп қоямыз. 1 тұра берсін. Сайт деген тұра берсін. Запланировать дейді. Неке бүгіннен установить дату окончания дейді. Бүгіннен қашанға дейін. Мысалы 21-не дейін. Тұра берсін. Болды. Одан кейін төменге түсеміз. Бюджет и графикті біткеннен кейін бізге аудиторияны жасау керек. Бұл жерде создать новый аудиторию деп тұр. Мысалы оны төменге түсеміз мына жерде қазір. Возраст, мысалы мебельді кімдер сатты болады основном? Мебельді жасы 25 пен 60 жас аралығындағы деп қойсақ болады. Маған бүкіл Қазақстанға таргет қажет емес, маған тек Алматы қаласына және Алматы облысына таргет жіберу керек. Мысалы бұл үшін мен поисқа Алматы деп жазамын. Қазір менде шығады. Неге Алматинская область, штат регион область дейді. Болды. Бүкіл Алматы облысына жібере берейік. Немесе Алма-Ата деген кезде бізде шығады қазір. Неге Алматы? Бұл қала. Алматы 40 километр емес. Осылай қойық, 17 километр. Болады нормально. Төменге түсеміз. Детальный таргетинг деген жерде изменить дегенді басып, жалпы характеристикаларды жазамыз. Мебельді основном, мысалы, семейный адамдар сатып алады. Ол үшін семья деп жазамыз. Бізге қазір спискта семья деген шығу керек. Неге семья? Одан кейін жаңағыдай малый бизнес, средний бизнестің адамдары алады. Малый бизнес не жерде бар ма? Неге шықты? Болды. Семьялы адамдар, малый, средний бизнестің адамдары основном сатып алады. Осы мебельді жарайды. Бұл да бітті. Енді қазір былай жасаймыз. Сохранить эту аудиторию дегенді басып, мына жерге атауын жазамыз. Мебель аудитория деп. Аудит дей салайық, болды. Сохранитті басамыз. Төменге түсеміз енді. Место размещения бөліміне барып, выбор мест деген таңдаймыз. Автоматически бізге қажет емес. Facebook, Audience, Messenger алып тастаймыз. Сосын все устройства дегенді міндетті түрде барып изменить етіп, ПК дегенді алып тастаймыз. Болды. Мына жерден қайтадан алып тастау керек екен. Болды. Мына жерде тек біздер лентаны ғана қалдырамыз. Интересный қажет емес. История да қажет емес. Инстрим бұларда вроде жоқ, болды. Төменге түсеміз, болды. Енді далее батырмасын басамыз. Бізді объявление бөліміне жіберді. Мына жерде 1 дегенді басамыз, 1 объявление деп қоямыз. Сосын бізде страница қандай? Біздер мебель дом деген ашқан едік. Страница сол кезде қазір бізде автомат түрде Instagram парақша шығады. Мебель дом kz деп мына жерде. Мінекей шықты. Так, енді создать рекламу. Одно изображение тұра берсін. Добавить медиафайл дейді. Басамыз үстінен. Добавить изображениені басамыз. Мінекей мен изображениені таңдадым. Енді готованы басамын. Бізде қазір мына жерде изображение шығады. Енді мына жерге бізге URL сайта дейді. Біздің өзіміздің сайтымыз бар. Соның сілтемесін осы жерге қоямыз. Мына жерге қойсақ та болады. Подробнее емес, бұл жерге бізге купить деген бар ма? Немесе подробнее тұра берсін, жарайды подробнее тұра берсін. Немесе в магазине, осыны қойсақ та болады. Вроде дұрыс барлығы. Енді бізге текст жазу керек. Мінекей мен текстті жаздым. Енді төменге түсеміз. Бізде опубликовать деген батырма болады. Осыны басқан кезде сіздерден, егерде сіз бұрын соңды карточка тіркемеген болсаңыз, Facebookқа сіздерден карточканы тіркеуді сұрайды. Мен өзімнің карточкамды тіркеп қойған болатынмын. Менен қазір карточканы тірке деп сұрамайды. Опубликовайтты басамын. Менде публикация жүріп, менде в черновик деп тұр. Сол менде на проверка деп өзгереді қазір жерде в черновик.
Мінекей на проверка болды, көрдіңіздер ғой. Қазір былай көрсетейін сіздерге, чтобы көрінсін деп. Мінекей на проверка деп тұр, менде жаңа в черновике деп тұрған болатын. Енді мына жасаған жұмысымызды өзіміздің Instagram парақшамызда қалай көреміз? Мен қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерде жүрекшені басамын, менде ешқандай жоқ, иә, дұрыс па? Действие жоқ деп тұр. Енді мына жерде мен жоғарыға барамын, 3 нүктені басамын, немесе жоғарыда екен стрелканы басып, поделиться ссылкой. Мына жерде негізінде үшеуі тұру керек, яғни отправить на ленте деген сияқты. Менде қазір әзірше жоқ екен. Ол жарайды, қашан менде действующий болады, сол кезде менде пайда болады. Енді күтеміз, қайтадан X-ті басып, өзіміздің Ads менеджерге барамыз, на проверка деп тұр екен мінекей. Жалпы осылай мен қазір таргет жарнамасын жасадым. Қазір менің таргет жарнамам на проверке тұр, кішкене уақыттан уже действующий болады. Сіздерге жарнамамның көрінісін тағы бір рет көрсетейін. Жалпы қандай көріністе екен? Проверка басамыз. Мінекей бізде көрінісі. Жалпы клиенттерге осындай көріністе көрінеді. X-ті басамын. Facebook біздің жасаған жарнамамызды 1 сағат пен 48 сағат аралығында модерацияда ұстауға ақысы бар. Енді күтеміз кішкене. Достар, баннер туралы айта кетсем, қазір сіздерге көрсетейін. Мен бұл баннерді Canva бағдарламасында жасаған болатынмын. Тез-тезден жасап жібердім, себебі менде уақыт өте аз, қысқа болған себепті. Мен 1 сағатта жалпы маркетолог бол деген видео сабақ түсіріп жатқан себепті. Негізінде сіздер баннер жасайтын болсаңыздар, асықпай отырып жасаңыздар. Креативті баннер болу керек. Сізді жасаған баннер клиент көрген кезде сіздің тауарыңызды, қызметіңізді сатып алғысы келетіндей баннер болу керек. Сондай көзге тартымды, күшті, жаңағыдай читабельно дейді ғой, көзге приятны болу керек. Сіздің баннеріңіз креативті болу керек. Соны сіздерге айта кетейін. Менде уақыт болмаған себепті, уақыт аз болған себепті мен тез жасап жібердім. Жалпы сіздерге техникалық жұмыстарды көрсету мақсатында. Қазір менде әлі де жарнама на проверке тұр. Мен әлі күтіп отырмын, қашан менде действующий болады деп. Действующий болған кезде сіздерге көрсетемін. Мінекей достар, мен обновление жасадым. 1-2 сағат шамасында менің таргет жарнамам модерациядан өтті. Статус показа действующая деп жазылып тұр екен. Көрейік, охват показ бар ма екен? Охват показ бар екен, 35 охват показ. Бір клик екен, кликтің бағасы $0,6. Жаман емес, болады. Жалпы мінекей достар, қазір көрсетейін. Енді бұл жарнаманы Инстаграмнан қалай көреміз? Ол үшін жай ғана редактировать дегенді басамыз. Одан кейін мына жерде проверка деген бар. Соны басып, бізде предпросмотр реклама деген үстінен басып, реклама в ленте отправлять уведомление в Instagram дегенді басамыз. Қазір бізге шығады. Мінекей. Окейді басамыз. Енді мына жүрекшенің үстін басамыз. Бізде қазір жоқ, обновление жасаймыз. Қазір бізде шығып мінекей шықты. Үстінен басып көреміз. Біздің таргеттік жарнамамыз жалпы Инстаграмға жіберген клиенттерге осындай көріністе көрінеді екен. Бұл магазин дегенді басқан кезде сайтқа қарай өтеді. Мінекей достар, таргеттік жарнаманы біз бітірдік. Енді ары қарай контекстік жарнаманы жасайтын боламыз. Контекстік жарнаманың қысқаша түсіндірмесін айта кетейін. Мысалы, сіз Google-ға өзіңізге бір керек нәрсені жазасыз. Мысалы, мебель, үйіңізге мебель керек. Мебель в Алматы купить деп Google-ға жазған кезде сізге әртүрлі сайттар көрінеді. Мінекей мебельге қатысты менде сайттар шығып тұр. Немесе сіз өзіңіздің үйіңізге натяжный потолок жасатқыңыз келеді. Сәйкесінше сіз Google-ға натяжный потолок Алматы деп жазасыз. Сол кезде сізге әртүрлі сайттар шығып тұрады натяжный потолокқа қатысты. Жалпы айта кететінім, бұл контекстік жарнама қашан адамдар өзіне керек нәрсені іздеп жатқан кезде сол адамдарға турадан тура көрсетуге мүмкіндік беретін жалғыз жарнама құралы. Таргеттік жарнамада сіз приблизительно жібересіз. Осы адамдар примерно мебельді алуы мүмкін деп арнайы бір целевой аудиторияны таңдап, соларға жібересіз. Ал контекстік жарнамада клиенттер сізді өздері іздеп келеді. Бұл өте мықты инструмент. Жалпы Яндексте Яндекс Директ, Google-да Google AdWords деген инструментпен жасалынады. Жалпы енді қазір мен сіздердің көздеріңізше мебель саласына контекстік жарнама жасайтын боламын. Ол үшін бізге Google іздеу жүйесіне Google Ads деп жазамыз. Google Ads мінекей сервис контекстный деп тұр. Google компаниясының ойлап тапқан. Осы ads.google.com сілтемесіне өтеміз. Біз өзіміздің почтамызбен кіреміз. Қазір вход деп басайын.
менде уже почта болу керек. Неге мынау менің почтам mebelder@gmail.com. Сіздерде осындай шығады. Новый аккаунт Google рекламы дегенді басасыздар. Төменде перейти в режим эксперта деген болады. Соны басасыздар. Создать аккаунт без компании дегенді басасыздар. Мына жерге нет дей беріңіздер. Сосын отправить дегенді басамыз. Просмотреть аккаунт. Google AdWords-тың біз инструментіне кірдік, интерфейсіне кірдік, то есть инструмент деппін ғой. Google AdWords интерфейсіне кіргеннен кейін бізге бұл жерде не қызықтырады? Компания деген бар, мына жерде, немесе мына жерде новая компания деген шығады. Соның үстінен басамыз. Бізге мына жерден өзімізге сәйкес цель таңдау керек. Байқасаңыздар, кішкене таргетке ұқсайды. Создать компанию, не указывай цель таңдаймыз. Одан кейін мына жерде поисковая сеть деген таңдаймыз, себебі поисковая сеть мынау бізде осы болып табылады. Поисковая сеть. Поисковая сеть, продолжить. Продолжить басамыз. Посещение сайта керек, біздің сайтымызда клиенттер көру керек. Жерге қоямыз. mebelder.tilde.w's. Продолжить. Название компании дейді. X-ті басамыз мына жерде. VT-ді басамыз. Сол мына жерге мебель дом деп жазсақ болады. Контекстный медийный сет КМС-ті алып тастаймыз. Поисковый сетті қалдырамыз. Біз тек Алматы қаласына жіберуіміз керек. Мына жерге Алматы деп жазамыз. Алматинская область тоже керек. Целевое значение деген жерде екіншісін таңдаймыз. Мына жерде екіншісін таңдаймыз. Төменге түсеміз. Төменге түсіп, аудитория бөлімі жарайды. Бюджет күнделікті доллар, мысалы, $10 деп қойсақ болады. Так, ставки. Ставки деген жерде выбрать стратегию назначения ставок напрямую. Осыны басамыз. Максимальное количество кликов-ті басып, назначение цены за клик вручную таңдаймыз. Төменге түсеміз. Так, болды. Сохраните, продолжить-ті басамыз. Бізді настройка групп объявлений бөліміне жіберді. Групп объявлений бір тұра берсін. Ставка по умолчанию. Улучшение групп поиск на X басамыз. Выйти болды. Ставка по умолчанию 0,0 тұра берсін. Мынаның барлығын бізді өшіріп тастаймыз. Енді бізге ключевой сөздерді жинау керек. Мысалы, мына жерге купить мебель қазір. Бұлай жасасақ болады. Мына жерге мен ключевой сөз копировать етіп алған болатынмын. Мебель в Алматы купить деп мысалы осыны вставить еттім. Енді получить ключевое слово дегенді басамыз. Сол кезде бізге әртүрлі ключевой сөздер шығады. Мінекей көрдіңіздер ғой. Бұл клиенттердің іздейтін жалпы поисковый запростар десек те болады. Енді не істейміз? Төменге түсеміз. Сохраните, продолжить-ті басамыз. Значит, назадка текстовым объявлением дегенді басамыз. Перейти. Неке біздер текстовый объявлениеге кірдік. Енді осы жерде не істейміз? Мына жерде бізде конечный URL тұра берсін. Заголовка 1 дегенге не жазамыз? Мысалы, бұл жерге купить мебель в Алматы. Купить мебель в Алматы. Немесе магазин мебели в Алматы десек те болады. От красивый диван. Былай жазсақ та болады. Красивый диван от мебель дом. Купить мебель в Алматы. Красивый диван от мебель дом. От 30 мың теңге деген сияқты. Осылай. Мына жерге мысалы мебель Алматы деп жазып қойсақ та болады. Байқаңыздар, мына жерде жалпы клиенттеріне ұқсап келе жатыр. Мына жерде мынау бірінші заголовка, мынау екінші заголовка, мынау описание. Мінекей бізде де бірінші заголовка, екінші заголовка, описание бір, бізде әлі пустой. Оны мысалы не жазсақ болады ол жерге? Мынаны копировать етіп алсақ болады. Мына жерге вставить етеміз. Былай жасап қойсақ та болады қазір. Мынаны қалдырамыз, екіншісіне вставить етеміз.
болды. 1 2 описаниеде толтырдық. Так, бізде барлығы дұрыс па? Болды, дұрыс вроде. Енді не істейміз? Мына жерде закончить и готованы басамыз. Сохранить и продолжить басамыз. Просмотрға келдік, мінекей. Опубликовать басамыз. Мінекей бізде қазір объявлениені жасадық. Ол жасаған объявлениемізді қай жерден көреміз? Мысалы, мен қазір все компании дегенді басамын. Мінекей мебель дом деп тұр. Мебель домға кіремін. Групп объявление бөліміне кірдім. Групп объявление бірінің үстіне тағы да басып кіремін. Мебель Алматы. Мінекей менің бүкіл ключевой сөздерім. Менің жарнамам клиенттерге осы ключевой сөздермен көрінеді. Қашан клиенттер осы ключевой сөзді Google-ға жазады, сол кезде оларға менің сайтым көрініп тұрады. Енді қазір мына жерде объявление расширение бөліміне барамыз. Біздің жарнамамыз жіберген жалпы Google жарнамамыз, контекстік жарнамамыз на рассмотрение тұр. Осы одобрение болу керек. Және де енді бұл қалай одобрение болады? Бізге жалпы ақша төлеуіміз керек, өзіміздің жарнамамызға таргетке ақша төлеген сияқты. Ол үшін инструменты и настройки бөліміне барып, сводка бөліміне барамыз. Осы сводка бөлімінде платежный настройкида өзіміздің жалпы данныйымызды жазамыз. Қазақстан тұра берсін, юридический лицо, физический лицоны таңдасаңыз болады. Мысалы, мына жерге индекс Алматыдан жазып қояйық. Область, мысалы, Алматы-Тенская деген сияқты өздеріңіздің тұрғылықты немесе жұмыс орындарыңыздың адресін жазса болады. Тұра берсін, номер телефон жазса да болады. Автоматические платежи деген жерде міндетті түрде платежи по предоплате деген таңдайсыздар. Мына жерге минимальный, мысалы, $20 жазсақ та болады, $20 төлесек болады. Сосын мына жерде сведения картаның үстінен басып, өздеріңіздің қолданып жүрген банковский карточкалардың реквизиттарын осы жерге жазасыздар. Одан кейін я принимаюды басып, төменде отправитті басасыздар. Сосын сіздердің жарнамаларыңыз Google-да көріне бастайды. Мен бұл жерге өзімнің реквизиттар даныларын жазып отырмаймын, себебі менде уже ішінде ақшасы бар, реклам аккаунтым бар. Мен қазір содан кіремін, қалғанын содан көрсетемін. Енді былай жасаймыз. Все компания дегеннің үстінен басамыз. Мына жерде өзіміздің компаниямызды тауып, мебель дом дегенге кіреміз. Групп объявление 1 деп тұр екен, үстінен басамыз. Бүкіл ключевой сөздер, сол жақ жерде объявление расширение бөліміне барамыз. На рассмотрение тұр, осы бізде одобрение болу керек. Сол кезде сіздерде Google-да көрінеді. Мен қазір соны жасаймын. Кішкене уақыт күтемін, қашан менде одобрение болады дегенше. Немесе кейде запланировано на рассмотрение деп осындай болып тұрады, запланирован болып. Жарайды, енді мынау қашан одобрение болам дегенше біздің жасайтын настройкаларымыз бар. Ол үшін не істейміз? Сол жақ шетте настройки деген бөлімге барамыз. Мебель дом тұра берсін, цель тұра берсін. $10. Мына жерде барлығы дұрыс. Расписание показа объявление бөліміне барамыз. Мен жарнаманы 8-ден кешкі 6-ға дейін қосқым келеді. Мына жерден 8:00 деген таңдаймын. Мына жерден 18:00 деген таңдаймын. Болды, сохранить. Менің жарнамам күнделікті сағат таңғы 8-ден кешкі 18:00-ге дейін қосылады. Енді объявление расширение бөліміне барамыз. Осы жерде бізде плюс деген батырма болады. Немесе мына жерде расширение деген кіреміз, объявление расширение, мына жерде де плюс деген батырма бар. Мына жерде summary table деп тұр, table дегенді басып, плюс дегенді басып, мына жерде номері телефон дегенді басамыз. Осы жерде өзіміздің нөмірімізді енгіземіз. Қазақстан деп жазамыз поискқа. Мысал ретінде қоя берейін осылай. Болды. Мобильный устройство қойсақ та болады, қоймасақ та болады. Негізі 2 рет жасаған дұрыс. Біреуіне мобильный устройство, біреуіне қажет емес деп. Так, одан кейін сохранитті басамыз. Қазір біздің нөмір телефонымыз шығуы керек. Мінекей нөмір телефон шықты, осы жерге өздеріңіздің нөмір телефондарды жазасыздар. Ол қалай? Мысалы, мына жерде натяжный потолки от 1100 теңге, мына жерде нөмір жазылып жүр, көрдіңіздер ғой. Дәл сондай нөмір шығару үшін бізге осылай нөмір жазу керек. Немесе мына жерде мысалы. Мінекей позвонить, мына жерде нөмір шығып тұр. Жаңағыдай жазған себепті бізде де осындай позвонить осылай нөмір шығып тұрады.
мынандайларды жасау үшін ол жай ғана мына жерде плюс басып дополнительный ссылка етіп жасай берсе болады оны ары қарай көрерсіздер. Енді мен кішкене уақыт күтемін, қашан менің объявлением одобрено болады, сол кезде сіздерге көрсететін боламын. Жарты сағат шамасында статусы менде өзгерді, на рассмотрение тұрған. Қазір таңда жарнамамыз енді көрсетіп бастайды. Бірақ енді қазір бізге ставканы жөндеп алуымыз керек. Ол үшін ключевое слово бөліміне барамыз. Бізде барлығын 0,01 деп тұр. Бұл өте аз ставка. Бізде қазір допущено дегенге барып көрсек, объявление не показывается дейді. Поэтому ключевое слово не показывается реклама из-за низкий рейтинг. Яғни бізге ставканы көтеру керек дейді. Он зависит от ставки дейді. Көрдіңіздер ғой. Енді біз былай жасаймыз. Мысалы, мебель в Алматы деген ключевой сөз мына жерде. Болмаса былай жазсақ та болады қазір. Столбцыға барамыз. Атрибуция, немесе атрибуты кіреміз қазір мына жерде. Расчет ставка для первой страницы, расчет ставка для первой позиции, оценка ставка для показа вверху страницы. Үшеуіне птичка қойып, мына жақтан тауып аламыз. Применитті басамыз, болды. Қазір бізде соңында шығады. Неке бізде шықты, Расчет ставка для первой страницы көрейік, қандай бізде. Пока ешқандай статистика жоқ, бұның барлығы бізге 4-5 күн ішінде, 2-3 күн ішінде бүкіл данныйлар шығады негізінде. Бұлай жасайық онда. Барлығы выделение жасап, изменить максимальный цены за клик. Барлығына бір $0.50 беріп көрейік, немесе $0.70. Применитті басамыз. Изменено 25 ключевых слов дейді. Енді кішкене уақыт күтіп көреміз, бір шамасы 2-3 минуттай күтеміз, что біздің өзгерткен ставкалар, бағалар, ценалар, яғни уже енсін деген сияқты, өзгеріске ұшырасын деген сияқты. Бірден ол өзгермейді негізінде. Мен кішкене уақыт күттім, енді қазір тексеріп көреміз. Қайтадан статус мінекей, мына жерде мысалы мебель в Алматы, допущено деген үстіне барамыз. Объявление показывается дейді. Өте керемет. Енді бұны қазір тексерейік. Ол үшін не істейміз? Инструменты и настройки бөліміне барып, предварительный просмотр и диагностика объявлениеге барып, мышканың оң жақ шетін басып, открыть ссылку в новой вкладке басамыз. Бұл жерге кіргеннен кейін, мына жерде мысалы устройство дегенді өздеріңіз өзгертіп көрсеңіздер болады. Компьютер, мобильное устройство, планшеты деп. Енді введите поисковый запрос дейді. Осы жерге біз нені жазуымыз керек? Біз мынаны жазуымыз керек. Мебель в Алматы деп жазуымыз керек. Мебель в Алматы. Енді қазір поискті басамыз. Мінекей объявление показывается дейді. Төмен түсіп көреміз былай жайлап. Мебель в Алматы. Мен қазір планшеттен кіріп отыр. Мінекей, достар, купить мебель в Алматы, красивый диван от мебель дом, мебельде.tilda.ws, мебель Алматы. Біздің жарнамамыз бірінші орынға шығып тұр. Өте керемет. Екінші орында мынандай сайттар тұр екенін көрдіңіздер ме? Мінекей, достар, бұл контекстік жарнама дегеніміз осы, бұл өте бомба инструмент. Google AdWords инструменті арқылы жасалынады Google'да. Көрдіңіз бе, мысалы, менің бір клиентім өзіне үйіне мебель керек, ол барады да Google'ға мебель в Алматы цена купить деген сияқты жазады. Көреді, мысалы, менің сайтымды көріп қалды, соған кіреді де заказ береді маған мебель керек деген сияқты. Көрдіңіздер ғой, достар. Мінекей, біздер контекстік жарнаманы жасадық. Мінекей, достар, біз контекстік жарнаманы өзіміздің сайтқа жасадық. Өзіміздің сайтта контекстік жарнама арқылы Google'да жарнамаладық. Енді біз SEO продвижение жасаймыз. SEO продвижение бұл вообще бомба нәрсе. Өте күшті. Сіз контекстте ақша салып осындай топ орынға шықсаңыз, сізге дәл осы контекстік жарнамада ақша төлеу арқылы Google'ға солай сізге клиент келсе, SEO продвижение деп бір тиын да ақша салмай топ орынға көтеріліп клиент алуға болады. SEO дегеніміз ол бізде мына жерде мысалы. Төмен мына жерде мысалы мебель в Алматы, мынау контекстік жарнама, бұл да контекст. Мынау мінекей SEO продвижение деген көрдіңіз ғой. Сізде өзіңіздің компанияңызды осылай картаға енгізсеңіз болады. Одан кейін міне SEO продвижение дегеніміз мынау бізде. Сета көрдіңіз ғой, осылай евромебель дейді, осылардың барлығы бізде SEO продвижение. Мыналарда қазір контекст жарнама мына жерде қосылып тұрған жоқ, реклама деген жазу жоқ, көрдіңіз ғой. Сізде сайтыңызды осындай топ орынға көтерсеңіз болады. Соның настройкаларын мен сізге қазір қалай жасау керектігін көрсетемін. Ары қарай жалғастырамыз. Енді біздер мебельдер .tilda.ws сайтына SEO продвижение жұмыстарын жасайтын боламыз. SEO дегеніміз не? Бұл сайтты топ орынға ақшасыз көтеру тегін жолмен. Мысалы, адамдар өзіне керек нәрсені Google'дан іздейді. Мысалы, мебель в Алматы деп. Сол кезде оған сайттар шығып тұрады. Егер де реклама деп шығып тұрса, шетінде ол контекстный реклама.
ол SEO емес. Ал SEO продвижение ол мыналар мінекей. Оларда реклама деген жазу жоқ. Евромебель, Зета, осы сайттар SEO продвижение арқылы топ орынға көтерілген. SEO арқылы осы компанияларға, осы сайттарға клиенттер келеді. Енді не істейміз? SEO жасау үшін тильдаға өзіміздің элпочта паролімізді жазып, тильдада өзіміздің сайттың админкасына кіреміз. Войти батырмасын басамыз. Мінекей мен админкаға кірдім. Осы жерде мебель дом дегенге басамыз. Онлайн магазин Kenny Store деп тұр екен менде. Мысалы қараймыз енді. Мебель в Алматы деген кезде мебель в Алматы, интернет-магазин мебели, Евромебель KZ, лучшие цены на мебель в Алматы. Бізге де осындай сөйлемді жазу керек. Ал бізде мынандай болып тұр, қазір көрсетейін. Онлайн магазин Kenny Store. Настройка дегенді басамын. Мына жерде Facebook and SEO деген бөлім болады. Соңғысына басамын. Төменге түсемін. Осы жерде отображение в поисковой выдаче деп тұр, көрдіңіздер ғой. Менің сайтым қазір жалпы бүкіл осы Google-да мен осындай көріністе болып тұр, көрдіңіздер ғой. Мүлдем онша емес. Задать специальный метод данныйды басамыз. Заголовокқа былай жазамыз. Магазин мебель и аксессуар в Алматы деп. Мына жерге қоямыз. Одан кейін описаниеге не жазамыз? Мысалы, оған мына жерде мебель дом осын жазсақ болады. Мінекей описаниені жаздым. Енді қазір осыны сохранить изменение деп басып көрейік. Қайтадан настройкаға барамыз. Facebook and SEO. Мінекей бізде өзгерді. Көрдіңіздер ғой, магазин мебель и аксессуар в Алматы. Мына жерге слэш мебель дом деп жазып қойсақ та болады даже. Мысалы, былай. Мебель дом, жалпы компаниямыздың аты. Мебель дом мінекей. Ключевые словаға мысалы мебель в Алматы деп жазып қойсақ болады. Біздің основной ключевой сөзіміз. Мебель в Алматы. Сохранить изменения. Настройки. Мынаны да өзгертіп қойсақ болады негізінде. Мысалы магазин дизайнерский мебели деген сияқты. Мысалы онлайн магазин дизайнерский мебели. Сосын мына жерге жазып қойып былай. Описаниені осылай қалдырамыз. Болады. Сохранить изменения қазір басамыз. Facebook and SEO. Мінекей магазин мебели и аксессуар в Алматы мебель дом. Осындай. Отображение поисковой выдачи дейді. Қашан клиенттер жазған кезде біздің сайтымыз оларға осындай түрде көрінеді екен дейді. Задать специальный метод данный на Facebook дегенге барып көрейік. Онлайн магазин Kenny Store дейді. Бұны да өзгертуіміз керек. Былай жазып қойсақ болады. Сделайте свой дом уникальным деген сияқты, Описаниеге мысалы осылай қалдырсақ та болады. Қазір сохранить изменения. Бәрін жасағаннан кейін бізге міндетті түрде опубликовать все страницы дегенді басып керек. Закрыть. Настройка. Facebook and SEO. Мінекей бізде өзгерді барлығы. Өте керемет. Енді бізге біз өзгерттік. Енді бізге не жасаймыз? Мысалы, мебель в Алматы деген кезде мындай қылып картада қалай өзіміздің компанияны көрсетуге болады. Ол үшін жай ғана Google іздеу жүйесіне былай жазамыз. Google My Business деп жазамыз. Өзіміздің қолданатын тукесті білесіздер. Сол сияқты Google'дың өзінің инструменті бар, Google My Business деген. Жалпы сервис десек те болады. Осыған кіреміз өзіміздің почтамен. Вайтиді басамыз. Мына жерде менің сол почта екені болды. Мінекей мен кірдім өзімнің почтамен. Автомат түрде кіріп кетті. Введите название компания дейді. Немесе добавьте компания в Google дейді. Соны басып көрейік. Название компания. Мебель дом. Мебель дом деген көп екен, Мебель дом KZ деген. Немесе мебель дом Алматы. Мебель дом Алматы. Магазин мебели и аксессуаров деп осылай жазып қойсақ та болады. Мебель дом осылай жасайық, Осылай. Мебель дом, магазин мебели и аксессуаров в Алматы. Біздің компаниямыздың қысқаша атауы. Далее батырмасын басамыз. Мен қазір жалпы компанияны өзіміздің сайтта осындай едіп, картаға қалай шығару керектігін көрсетіп жатырмын. Так, укажите вид деятельности дейді. Мысалы, мына жерге мебель деп жазып қойсақ болады. Мебельная фабрика. Мебельные аксессуары жарайды. Далее, вы хотите добавить магазин дейді или другое местоположение. Менің магазинім болады. Мысалы, даны басам,
укажите свой адрес дейді. Дәл бағанағыдай толтырамыз барлығын. Провинция қажет емес. Болды. Далені басамыз. Сіздер барлығын шынайы жазасыздар. Ничего не подходит басамыз. Далее. Далее басамыз. Ваша компания обслуживает клиент по другим адресам. Нет, не обслуживает. Далее. Егер де сізде басқа қалада филиалыңыз болса, соны белгілесеңіз болады. Мысалы, адресін жазып кетсеңіз деген сияқты. Контактный номер телефона. Мысалы, бұл жерге қандай номер жазсақ болады? Осылай жазып қоя берейік. Текущий URL сайта. Вставить етеміз, болды. Далее. Неправильный номер телефона дейді. Болды осылай. Неге ондай болып тұр? Жалпы мына жерге өздеріңіздің шынайы номер телефондарыңызды жазсаңыздар болады. Мен пока жазбай қояйын. Далее. Будьте в курсе, нет. Далее. Закончите настройки и управлять данными компании. Готово. Енді осы жерге контактное лицо дегенге сіздер өздеріңіздің жалпы аттарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Мебель, дом, Муслим Муса деген сияқты. Сіздердің жалпы жұмыс орындарыңызға сіздер енді адрестеріңізді дұрыс жазасыздар. Сол жерге Google-дан 14 күн ішінде хат келеді. Сол хаттың ішінде код подтверждения, бұл код подтверждения болады, соны енгізесіздер осы жерге. Содан кейін сіздің картаңыз, жалпы сіздің сайтыңыз, сіздің компанияңыз осындай етіп картада көрінеді. Мысалы, мына жерде отправить басамыз. Мінекей официальный Google-дан хат кетті. 14 күн ішінде сізге барады дейді. Кому мебельді Муслим Муса. Сіздің жұмыс орныңызға келеді. Мебельді Муслим Мусаға хат келіп тұр Google-дан деген сияқты. Продолжить. Жерде часы работы жасасаңыздар болады осылай. Жарайды, мен пропустить баса берейін. Обмен сообщениями жарайды, сохранить. Одан добавьте описание. Мына жерге өздеріңіздің жалпы компанияларыңыз туралы қысқаша мәлімет жазсаңыздар болады. 750 символға дейін дейді. Сохранить. Фото давать етсеңіздер болады, пропустить басамыз. Так, мына жерде разместить рекламу легко. Біздер уже жасадық рекламаны. Пропустить. Профиль компания почти заполнен. Продолжить басамыз. Так, начать. Мінекей біздер Google My Business'ның ішкі интерфейсіне кірдік. Жерде запись жасасаңыз болады. Часы работа, контактный данные, логотипті қоссаңыздар болады. Әрқайсымен жалпы көресіздер енді жаймен товар давать етсеңіз болады. Мысалы, мебельдердің каждый суретін. Жалпы мінекей SEO деген осы. Мен сіздерге осы барлығын қысқа уақытта көрсетуге тырыстым. 4 инструментті. Біз мінекей SEO продвижение жұмыстарын жасадық. Осы 4 инструментті қолданып айына 500 мың теңге тапқыңыз келеді ме? Иә, әрине тапқыңыз келеді. Кез келген адамның айына 500 мың теңге тапқысы келеді. Бір сағатта маркетолог бол атты тегін курс авторларынан сіздерге мықты ұсыныс бар. Сіздерді маркетолог про курсын оқуға шақырамыз. Бұл курстың басқа курстардан ерекшелігі, сіз барлығын нөлден бастап үйренетін боласыз. Сайт жасауды, SMM, таргет, контекст, SEO продвижение барлығын нөлден бастап үйренетін боласыз. Және де бұл курстың басқа курстардан тағы бір ерекшелігі, маған клиенттер шығады. Муслим Муса, менің бизнесіма сайт жасап берші, Instagram жасап берші, менің бизнесімді Instagram арқылы дамытшы, таргет қосып берші, контекстік жарнама жасап берші деп, мен соларды қалай жасап жатқанымды алғашқы клиентке дейін көрсетемін. Яғни, бір клиент маған Муслим Муса, мен бизнесімді интернет арқылы жүргіз, маркетингалық жұмыстар жаса деді. Мен соны қалай жасап жатқанымды нөлден бастап алғашқы клиентке дейін арасында қадамдарды көрсетемін. Практикалық тұрғыда барлығы. 1 грамм бос әңгіме жоқ. Барлығы чисто практика ғой, былайша айтқанда. Және де курстың бағасы 40 мың теңге. Біздер басқалар сияқты, ойбай, курстың бағасы 100 мың теңге, осы 2 сағат ішінде алып үлгерсеңіз 50 мың теңге, осы вебинарды до конца аяғына дейін көргеніңіз үшін сізге тағы да 50% скидка 25 мың теңге деп айтпаймыз.
біз бір бағаны қойдық. 40 000 теңге, 40 000 теңге болды. Жалпы осы Marketolog Pro курс туралы қысқаша мәлімет. 60 видео сабақтан тұрады, 4 модульдан тұрады. Жалпы енді бұл курсқа қалай қатысасыз? Бұл курсқа қатысу үшін төмендегі Каспий Gold реквизитына төлем ақыны жіберіңіз. Каспий Gold 8 700 213 40 13. Мына 16 сандық нөмірі Асқар Н деп шығу керек. 40 000 теңге жібергеннен кейін чекті осы нөмірге WhatsApp-қа жіберіңіз. Бұл Асқардың WhatsApp-ы. Жалпы осы достар. Байланыста Муслим Муса және Асқар Дос.